Сәлем баршаңызға. Бүгін осылай мастер-класста беріп жатқан құмыралар новинки келіп жатқан дейді. Дренаж астында осындай отверстиясы бөлек суын алып қалатын новый дизайн екен. Менің есімім Ерхат болады. Мен осы Ервамерленде істегеніме 2 жыл болды. Мына отдел сатта жұмыс жасаймын. Осы компанияға келіп, мен осы отдел сатқа келіп, біраз опыт жинадым. Жаңа гүлді қалай отырғызу керек, техникамен қалай қолдану керек, семенаны қалай отырғызу керек екенін барлығын осы компания маған барлығын обучение жасады. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз каланхояны қалай отырғызу, жаңа қалай ухаживать ету. Біріншіден бізге осындай каланхоя кішкентай горшокта отырғызған, поставщиктан келген. Пересадка жасаған кезде старый горшоктан примерно разница 2-3 сантиметр болады. Оны горшогымыз осындай болады. Пересадка жасаған кезде бізге керегі цветущий премиум деген грунт. Составында перлит пен удобрение проценті көп болғаны дұрыс. Ертең мынандай обычный универсальный алатын болсаңыз, тез кеуіп кетеді. Құрамында перлит, удобрение проценті өте аз болады. 0,5-0,2%. Разница 3 есе 4 есе. И осындай бір керамзит тас. А керамзит болмаған жағдайда орнына не қолданса болады? Обычный тас қолдансаңыз болады. А сіздер вообще-то магазинде пересадка өздеріңіз жасайсыздар ма гүлдерге, если необходимо? Необходимо жасайды, оны тек қана продавец консультанттар айналыспайды онымен. Тек қана мерчиктер болады. Мерчиктер болады, басқа компаниядан олар. Специалисттер дейсің? Специалисттер гүлмен. Гүлге барлығы қарап, суғарып сөйтеді. А продавецтер олаған тиіспейді вообще. Просто наблюдает. Чисто наблюдать, и клиент требует етіп атса, енді консультация жасайды. Бірақ оларда білу міндетті, да? В основном тек қана қыздар айналысады. Біріншіден қазір бастаймыз. Каланхояның мынандай үлкен жапырақтары болса, новый горшокқа отыратын кезде оларды қиып тастаймыз. Неге? Олар өйткені мына жерге көп не мешать етеді да, а былай жапырағын қиып тастасаңыз, одан ешқандай қорқатын ештемесі жоқ. Еще жапырақтан да көбейте беруге болады, да? Көбейте беруге болады. Күннің көзіне қоясыз или жарық жерге. Күннің көзі түскен сайын 7 айға дейін гүлдей алады каланхоя. Бұлардың барлығы Нидерландиядан келеді бізге. Бірінші Нидерландиядан Россия бізге жібереді. И және де мынандай ұзын отростықтар болады. Гүлдемеген, тоже түбінен қиытсайсыз. Қиытсаңыз болады. Сіздерге каланхоя гүлінің обрезкасын бір жағынан көрсетіп өтейік. Сухой веткалар бар екен. Және үлкен жапырақтан тоже үйіме алып сіздерге көрсетем. Осында үлкен жапырақты қалай отростка қылып өсіріп, арғай тамырлату процесімен де таныстыратын боламын. Неден қиып алғаннан кейін бірінші қию керек қой, алмай тұрып, да? Алмай тұрып қиып аласыз. Тек кедергі жасайтындарын ғана қой? Гүлдемеген тұрған міне, мысалына кеуіп кеткен, қиып тастайсыз. Артынан өседі олар. Просто так. И вот этот отросток тоже самое. Түбінен алып тастайсыз. Примерно как клиенттар видео көрсетесіз. Потом монтаж жасаймын еще. Босатып аласыз. Гүлдеп тұрғандарын қиюға нельзя, да? Жоқ, олар керек емес олар. Необходимо жоқ, иә? Қазір мен астынан еще қимадым. Босатасыз, потом топпен полностью гүлді аласыз. Бірінші слойын, екінші слойын. Тоже кейде жасап тұрған сияқты. Маленькийлар не істейміз, тұра беремін? Олар тез өседі каланхоя. Қазір мен. Болды. Мынандайларын не істеу керек? Бұлар переливтан болады, бұлар восстановление болады. В основном бізкілер көлеңкеде тұрғаннан кейін қыздар суғара берген ғой. Көріңіздер өз. Данный момент суарылып тұр, еще торф көп қой, мына торф су. Слишком көп. Бізде көлеңке жер жоқ қой. Сол секілді. Полный босатып шығарылыңыз. Ужас ма, влага істеген. Полный алып тастасаңыз да болады. Полный алып тастап, бағана қараған барлығын нетіп тастапты. Не қыламын? Қалай айтады? Жуам под кран. Потому что мынау тамырда да тоже неше түрлі вредителер болады. Еще 2 аптаға карантинге қоям. Бір апта күтесіз. Жаңа пересадкасы климатқа үйрену керек едім. Басынан сол жақсы. Сол 1 апта мен карантинға қоям, сол. Бөлек жерге ше.
И удобрение алғанда именно для суккулента аласыз. Если честно, мен удобрение алмаймын. Ешқандай гүлме удобрение бермеймін. Алмайсыз ба? Бонафортенки именно для суккулента дегенді Вообще магазинский искусственный алмаймын. Ана сіздің таңдап тұрған горшокқа, мне так кажется, мына адаптация жасай алмайды. Ну, енді көріңіз. Если честно, қайтадан отырғызу керек сияқты, просто несін ауыстыру керек, почвасын. Почвасын ауыстырасыз, я жуып та болады қазір. Қараңыздар, осыншалықты влажный торф қосылған топырақ, универсальный, ішінде почти ештеңкесі жоқ, пустой. И мына жақта осыншалықты ғана тамыр. Меніңше қазір беріп тұрған құмырасы өте үлкен. Адаптация алып кетуі өте ұзақ. Без движения гүл почти 2 ай қалып қояды деп айтсам болады. А өзінің бұрынғы тұрған қайттан өзінің кашпосына отырғызатын болсақ, адаптацияны тез алып кетеді. Потому что мне қараңыздар, тамыры деген өте кішкентай. Отырғызған. Так, өтінішпен сұрап алып суды тамырын жуып более қойын деп жатырмыз. Потому что білесіздер, мен постоянно тамырды жуып, тамырдың состояниясын жумай жатып көруге болмайды. Көбінде почва. Так, осымен болды. Как обычно сіздерге көрсетіп жүргенде керамзит, бірақ мына керамзит мелкий екен. Бір бөлігіне керамзит. Мына екеуін енді алмастырсақ бола ма? Бүйтіп қоссақ, или сіз бірыңғай мынаумен отырғыз деп Мынаумен отырғызыңыз, мынау жетеді сізге. Жеткілікті. Қалап ештеңке жоқ. Бір бөлігіне үшке бөлеміз ғой құмыраны, как всегда білесіздер. Кішкене яма жасап жеріп, тамырды орналастырып көрейік. Енді үстіне тағы да бір бөлшегіне топырақ саламыз. Продажада жақсы өтетін гүлдер основном қандай? Топ 1 орхидея бізде. СНГ бойынша почти топ 5-теміз ғой. Бірінші орында, екінші орында. Основном оптовиктер алады бізден. Количествосы. Қалай совет бересіз? Сразу суару қажет па? Жоқ. Сразу суару қажет жоқ. Неге? Мынау негізі влажный болып тұрады, кішкене чуть болсын 10% влажность тап тұр. Бетін упаковканы ашқаннан кішкене көп кеткен. 24 сағаттан кейін ертең поливать етсеңіз болады. Осымен болды. 24 сағаттан кейін суғарсаңыз болады. Бірлес почваңыз пересадканы бір апта деген жасайсыз жаңағы. Бөлек ашыққа. Топырағыңыз бізден алып қойсаңыз осындай российский болады, Джоля деген. Леруа Мерлин компаниясының собственный торговый маркеті ең жақсы топырақтың бірі болады. Составында верховой торф, низкий торф 40%-тен болады, песок 6%-тай болады. Удобрение перлит проценті 3,2%. Олар уже составында өте көп деген сөз. Запас питательных вещества олар 6 айға болады. 6 айға дейін жаңа удобрение қолданбасаңыз болады. Уже қажет етпейді. Чем обычный универсальныйдан қарағанда осындай премиум алған дұрыс. Все, понятно. Сізге рахмет көп-көп. Осымен атросканы, енді сіздерге қалған гүлдерден атросканы қалай аламыз? Жапырақтарынан. Сіздерге осындай видео болған жоқ. Жапырақтан қалған қояны өндіріп көрейік. Осы эксперимент болады, 4-еуін. Суға салмай сразу екеуісін топыраққа, және екеуісін сразу суға салып тамырлатып көреміз. Алдағы уақытта келесі видео кездескенше қош сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.